сабалап отырмай тұрып, 1-2 деп санау арқылы топқа бөлініп алайықшы. 2. Битасындасын пысықтау мақсатта балалар бүгін сұрақты ұстап ал деген арқылы біз өткен тақырыпты пысықтаймыз. Енді бұл жерде сұрақтарға назар аударайық, тақтаға қараймыз. Бірінші сұрағымыз: 1669 жылы неміс алхимигі Бранд ашқан элемент қандай элемент? Мирамет? Фосфор. Жақсы. Екінші, фосфордың аллотропиялық түр өзгерістері қанша? Және қандай түрлері бар? Екеуіне қызыл ақ. Жақсы. Тағы, мысалы, фосфор тотықсыздандырғыш ретінде қандай заттармен реакцияға түседі? Жақсы. Оттектік реакция. Жақсы. Орта фосфор қышқылының формуласын кім біледі? Бегас? H3O. Иә, H3O. Қызыл фосфор қайда қолданылады? Кім біледі? Жақсы. Тақтаға назар аударсақ, суретте сөйлейді. Мына суретте не байқап отырмыз балалар? Ал жазайық. Жақсы. Тағы кім не байқап тұр? Мейрамбек. Тыңайтқыштарды содан кейін қан тамырлары. Жақсы. Тағы. Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай тақырып болмақ? Кім айтады? Иә, минералды тыңайтқыштар. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңа тақырыпты жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы минералды тыңайтқыштар. Бүгінгі сабақтың мақсаты, оқу мақсаты 9-4 және 2-3 минералды тыңайтқыштардың жіктелуін және олардың құрамына кіретін қоректік элементтерді атау. Екінші, азот және фосфор тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсерін зерделеу. Бүгін біз осы мақсаттар негізінде не істейміз? Тапсырмалар орындаймыз. Енді жас меншігінде бейне жазда дұрыс топтық жұмыс балалар бұл жерде бірінші және үшінші топқа, бірінші топқа азот тыңайтқыштары, екінші топқа фосфор тыңайтқыштары, үшінші топқа калий тыңайтқыштары бойынша топтық жұмысты орындаймыз. Олардың сыртқы түрі және алыну табиғатта кездесу бойынша кестені толықтырамыз. Әрқайсысына қазір жұптық жұмыс жеке беремін. Ал біз қосындыда біз кальций N3, кальций 3 болғанда калий хлорид алдық. Калий NO3 сыртқы түрі ақ түсті кристалды зат және суда жақсы ериді. Алынуы және табиғатта кездесуі. Табиғатта силиция түрінде және құрғақ түрде кездеседі. Кальций 3, фосфор 2, ақ түсті фосфорит және фосфорит ұны жиі пайдаланылады. Алынуы табиғатта кездесуі апатит және фосфорит түрінде кездеседі. Калий хлориді ақ немесе түссіз болып келеді, кристалды зат. Алынуы табиғатта кездесуі сел мен калий тұздарында кен орындарында кездеседі. Жақсы. Артарынан қойып, сендерге толық минералды мәліметтер алды. Тағы ал екеуміз. Тыңайтқыштың атауы тыңайтқышы оның формуласы К3 фосфор 2. Кальций КО4-те. Сыртқы түрі оның ашқысы, ақшы түсті оны тақып келеді. Және суда жақсы еретін фосфор тыңайтқыш. Кездесер ылғалды жоғары ортында концентрациясы қойылымды алынуы табиғи фосфор минерал. Бегас сен кальцийдің формуласын айттың, иә? Ары қарай осы бірақ талғанын жазыңдар ма? Толық емес, иә? Отырыңдар. Себебі екі нені толықтыра алмадыңдар. Ал екілік пен
карбонаты, калий хлориди, калий карбонаты. Buning formulasi kaliy nitratli KNO3, kaliy xloridi, kaliy xlor, kaliy karbonati, kaliy SO3. Bular kaliy nitratli sirtqi tusi aq немесе tussiz kristal bo'lgan, al kaliy xloridning sirtqi turi tussiz немесе aq, al kaliy karbonatning sirtqi turi kristalli zat bo'lib кездеседі. Al uning alыну tabiatda кездесуі kaliy nitrati өсімдіктерге қолданады, селитра түрінде кездеседі. Жақсы. Kaliy xloridi тыңайтқыштарда кездеседі, өсімдіктерде қолданады. Жақсы. Kaliy karbonаты ол өсімдік сабағының құрамында кездеседі. Біздің айтқандай, негізі ол қиыршық тас түрінде кездеседі. Калий хлориді ағаш гүлінің құрамында кездеседі. Енді кім жылдам? Мынау біздің жаңағы ББЖ-ге байланысты осы фосфордың қосылыстарына арналған тест тапсырмасы. Тездетіп аттарыңды жазып, осы параққа әрқайсысын жеке орындайсың. Бұл сендерге жеке жұмыс болып табылады. Тездетеміз. 4 сұрақты мәтін берілген және мәтінде не беріліп тұр? Астында 4 сұрақ беріліп тұр. Тездетіп орындаймыз. Ашпыш болды. Қандай болды? Қанша берген? Қандай? Минералды және органикалық. Екіншісі негізі қорек элементтері. Азот, фосфор, калий. Біз жалпы жақсы білетін иә? Енді жаңағы қайтқыштардың атауыштары және қайда өтірсің азотты? Қайсы? Осы жерде ма? Міне, азот деген шықты ма? Сол жақта. Фосфор шықты ма? Тағы минералды және органикалық тыңайтқыштардың атауы жазылған. Бұл жерде біз не істеуіміз керек? Табуымыз керек соны. Бұл жерде жылдамдық керек. Тағы бір хотя бы қай жерде? Иә, жақсы. Бүгінгі негізгі үшінен таптық.